Ақпарат туралы мәліметтер оқып келдіңдер ме? Үшінші болсыңдар. Және төртінші болсыңдар. Және екі топ сендер қазір шоколад жинап жасасыңдар. Менде шоколадтар бар. Сұрақ жауап берген әр топқа бір шоколадтан беріп отырамын. Бірінші сұрақ, ақпарат дегеніміз не? Айша, жауап береміз. Ақпарат дегеніміз біздің айналамыздағы болып жатқан бүкіл нәрселер ақпарат. Келесі сұрақ. Ақпаратты біз қалай қабылдаймыз? Ақпаратты дауыспен қабылдаймыз, көзімен көреміз ақпаратты. Тағы да ақпаратты естиміз. Естиміз, дұрыс айтасың, Данияр. Шелектің үстін басамыз және керекті ұстандаймыз. Оңлап үстін басса, ол бізге қалаған үстімізге боялады. Және сонымен қатар келесі үшінші А деген әріпті басамыз. Ол кез келген жерге текст қоямыз. Мысалы, пайып программасын ашсақ, ең алғаш бізде мәзір жолағы, тақырыптың жолағы, түсер палитрасы және қалыпты қатары. Осы негізі ал жасыр. Алыңдар, қайсысын айтып? 5. Бірінші? Алдың, сал. Смайликаны сал. Қайсысын айтып? Так, келесі. Осы параққа кет сөзін тұратын сөз жасыру және оның жетіп кәмі қалғандар. Бұл осы бәріміз келесеміз ба? Және кішірейту. Келесі қарындашпен сурет саламыз. Келесі өшіргіштің өшіреміз. Бүгін не үйрендің? Екіншіге бүгін сабақта не ұнады? Ай, бір минут қалды. Керемет.